мен деген асығыс үйден шығып бара жатырмын. Мына жерде қайда өзі. Бағана Гүлжанияға кеткен ғой. Жұмаға кеттім мешітке, жұма намазға. Одан кейін тренировкаға барам, 1 сағатта шық деген. Мен 1 сағат емес, примерно 2 сағат болды. Енді қазақ болсаң көшіп көр дейді. Көшіп қонып жүрміз. Енді қарасыр. Кеше осыны маған алып кетті, оказывается, сол кезде мен үйде болған жоқпын. Осыны стичті алып кетті маған отып. Мен үйде болмай қалдым. Сонымен асанда өзін тауып алдым да, өз-өзіме бердім ғой. Неге бәрі саған деп ойлайсың ғой, менен басқа кімге алып келеді? Мені болашақ үйімізді көріп жатырық. Ана қой деп ойлап тұрсыз ғой, сөйтсем мынау екен ғой қой деген. 20 мың 30 мың доллар. Қойшы, асында тұра ма не? Қалай 20-30 мың доллар деген? 10 миллион, 5 миллион тұрады мына қойшы. Мына қой бар, енді бір 50 мың жүз. Жоқ, 50 мыңға бердім. Қанша? 200-300 мың болды. 200-300 мың ба мына қойлар? Осы қой. Ус. Мен ана қой көріпсің ба? Бұл қой емес екен әлі. Мынау екен ғой қой деген. Егерші, мынау қой қал. Сен мен ерексен деп тұр қасай? Қасына... Мен де үлкен сияқты ғой. Қасына қызыққа кіріп көрші, размерін көресің. Қош қорқам. Кіресің ба? Давай кіріп көрейін. Сен бойның бір де. Қарасай, қасына тұршы. Қасына алып тұрсың. Ажаңа өтсе, ажаңа. Твой рост, ой. Еще мына жүндері де басқаша екен. Жүндері де кәдімгі. Жүндерін өзі басқаша болып тұр ғой. Жақсы, мен көтің қара. Жақсы мен көті. Маған аңға жақсың. Сочно тұр екен, Маған басың қарсың? Жоқ, андай қойдың басы деп ұялмай келеді. Көтің қарасай, Көті, кішкене ұстам көті. Достар, чоткий ауыл таптық енді. Осы жерде бұйырса понедельниктен бастап тұратын боламыз, Сол халат, бәрін алып кеп, мына жерде неше нәрсе болған дейді. Кішігім запары екен жерде. Сосын көрсетеміз мына жақта не бар екен, тамақ пісіріп, бәрін тек телеграмға салатын боламыз. Қызық болайын деп тұр енді. Бұйырса, понедельникті азаннан бастап осы жердесің ғой, короче. Мына жаққа келудің өзі біраз әңгіме екен енді. Енді ничего страшного. Кішкене мен ерімді бояп үлгерген жоқпын. Походу бояй салам мен қазір таксиде үлгермейін деп жатырмын. Тамақ ішуге шақырған ғой, 1 сағатта шық деп. Ерімді таксиде бояп алдым, енді адам асық баратса гаист алып таксиді мына жақта. Осылай болып тұр енді. Ремень тақпады, кажется, соған ұстады. Шымкентте прям мен байқағаным, гаилар көп жерде тұрады екен. Даже кеше түнде де түннің бір уағында да тұрады ғой. Енді қызық жерлерде тұрады, көрмей қалатындай. Сонша асығып келсем, мен бірінші келіп ағам. Бұл кісілер әлі келмеген. Сөйтсем міне мына жақта. Енді келіп жатыр ғой. Мен сонша асықтырып. Қарт ұрысыңдар, мен сонша асықтырып. Мына кісі звондап, жынданып, 1 сағат дедім ғой деп өзімнен келіп жатыр. Сен әлі үйден шықпағаннан кейін біз киім Мен ач киіммен шарлап кетті. Мен еще негізі бұл киіммен жүрген жоқ едім. Оған жүре берейін. Сол күшті отыр кесіңдер. Сен ертең шыққанда біз киім арламайды деп. Киім арламайды. Маған ба? Бірге барамыз ғой онда. Осылай плов жеуге келдік. Мен өзімше болып шай құямын деп қолымда күйдіріп алғаным бар, қызарып тұр. Бұйырса қазір паста алып, мына жаққа паста жағамыз. Енді қатты емес, мына жері ғой, қызарып. Қай жері? Көрініп тұр ғой. Мына жері ма? Мына жеріне полный паста жағамыз. Неге паста? Неге паста? Не үшін алырсың паста? Паста алсаң, короче, бір жерін күйсе жазылады екен. Бұл машина дайын тұр ол. Машинада тұр қазір. Енді осылай жолға шықтық. Қайда шықтық? Бір ауылға келатық. Ауылға келатыр. Қайда келатық? Қандай ауыл? Ауылға баратырық деймін. Жоқ, біліп тұрып қой, қандай ауылға баратық деген. Енді ауылдың Мына жігіттер отыр, ағайын жігіттер. жігіт, бір тіл жігіт тұр.
Нұрдәулет. бір түрін көрсетші. Нұрдәулет. Ай, қырғызай? Вот бастырыз. Қырғасын көрші осы жерін. Неге? Осы жерін қырғасын. Қырықпай. Қалай бар солай салам мен. Қырғылым ондай жоқ менде. Мен ойлағам негізі андай ауыл дегенге бүйтіп қатар-қатар үйлер болады, көршілері бар, сондай ауыл ма десем жоқ. Мына қараңыздар. Тып-тыныш. Мына осылай енді. Қалай болады екен енді біз ауылдың вайбынан шығып кеткелі қанша уже. Енді сол кездерде еске алу керек болып тұр ауылда тұрған моменттерді арасындағы. Енді өзім негізі бұрын көп тұрмаған ауылда. Көрейік енді. Қызық қылайын деп тұр. Үйде жалғыз қалып қалғаным бар енді. В общем, кішкене қорқып атқан жоқпын, но қазір ұйықтап қалғаннан кейін, ұйықтап қалсам егерде қорқып қалуым мүмкін. Пока нормально, пока қорқып атқан жоқпын. Сол сыртқа шығып, может жүріп қайтармын кішкене. Шымкенттің бүйтіп түнгі қаланы бүйтіп қарап, аралап, сол қалай болып жатыр екен деп мына жақты көрейік. Мына жақтан қалай көреді екен? Ойбай. Лучше балконға шығып көрсете салайын сіздерге, потому что мына жақтан ашылу қиын болып тұр енді. Қазір. Мындай, примерно. Ойбай. Примерно осындай болып тұр екен.